кішігірім тағы код қосылды. Navbar орнатылды. Navbarдан бренд кнопкасы бар. Менюде жоба жайлы деген бет ашылады. Ашық оферта, ішіндегі контент енді толтырылады. Және уақыт өте келе жаңартылып отырады. Мында іздеу, тіл таңдау, мында назар аударсаңыздар қазақша бар, ағылшынша бар, орысша жоқ. Өйткені орысша негізінде бізсіз ақ толып жатыр, және олардың қатарын тағы да көбейткіміз келмейді. Керісінше қазақша контентке көбірек көңіл бөлгіміз келеді. Сосын ағылшынша тіл қосылады, себебі біз программист болған соң енді жайлап ағылшыншаны іле беруіміз керек. Санаға жайлап түйе беру керек. Сол себепті осы екі тіл. Сосын мына жерде егер тіркелмеген, кірмеген болсаңыз, менюде кіру, тіркелу, құпия сөз жаңарту деп тұрады, және сіздің атыңыз қонақ болып тұрады. Ал егер кірсеңіз, өзіңіздің атыңыз тұратын болады. Әзірге мына жерде бэкэнд жоқ, ешқандай регистрацияны жасай алмайсыз, және де интернетке шыққан жоқ. Ал біздің оқы.kz деген сайтымыз домен әзірге басқа жаққа переадресация жасап тұр. Ескі проектке бір әлі байланған жоқ әлі. Әзірге сайт осылай қойып тұр. Жақын арада өзі обновить етіп, DNS запистер сол кезде дұрыс көрсететін болады. Так, енді кіру беті, әп-әдемі email, құпия сөз, кіру беті, құпия сөз ұмыттыңыз ба деп әрі бері ауысса болады. Құпия сөзді жаңарту бетіне өтсе болады. Құпия сөз жаңарту, email, поштаға жөнелту, сол сілтеме, хатқа келген сілтеме бойынша өтіп, қайтадан жаңа пароль қою деген сияқты. Сосын мұнда тіркелу, email, құпия сөз қайталап енгізеді. Мұна кодтарды интернеттен ала салдым, дайын. Сөйтіп кішкене өзгертіп, өзімдікіне ыңғайластырып қоя салдым. Әзірге осы бэкэнд тезірек жетіп алса, әрі қарай жалғастыратын, әзірге әрі қарай өзім кете беремін. Жақсы, енді ертең кездескенше сау болыңыздар. Сұрақ болса, міндетті түрде қойып отырыңыздар Телеграмға және ютубқа.